Ассаламуалейкум, сіздермен бірге бұл әлемде шектеу бар. Ол біздің Каспийімізде атты рубрика. Біздің бұл жолы келген еліміз Өзбекстан. Салом, Өзбекстан! Біз қазір Өзбекстанның Ташкент деген қаласындамыз. Мынандай автобустармен келдік. Ендеше Өзбекстанды бірге аралайық. Ташкент ТМД елдерінің ең үлкен 3 қаласының бірі. Халық саны 2.880.000 адамды құрайтын бұл мегаполис Өзбекстан елінің ресми астанасы болып табылады. Қазіргі таңда туристерді өзінің тарихымен, тазалығымен және дәмді тағамдарымен таңғалдыруда. Өзбекстандағы таңымызды мынандай нағыз өзбектің самсасымен бастап жатыр. Енді дәмін көрейік. Гушпен екен. Гуш деген өзбекше ет деген мағынаны білдіреді. Вообще дерсің. Мына екеуін бүйтіп ішіне құйып ішуі. Мен қазір Өзбекстандағы ең үлкен мазарлардың бірі Чорсу деген мазардамын. Адам қарасы өте көп, сауда қызып жатыр енді мына жақта енді. Сауданың отаны ғой. Қазір саудаласып көрейік, бір нәрсе алып көрейік енді. Инстаграм қаншадан? 50 мың сом дейді. Іші ол примерно 2000 теңге ғой. Ау. Bu YouTube'da mı ne bu? Instagram ғой. Instagram? Ha. Қай жақтікі bu? Қазақстан. Казахстан ғой. Это тоже Алматы. Алматы. Что искать Актубе? Нет, я с Актюбинска. Актубе? Учусь в Алмате. Алматы? Это Актубе. Вот это Актубе, что ли? Да, да. Как это Дубай, вот фото как? Шучу, да, это Дубай. Типа GoPro го. Пока 13 Pro. Первый начинается, да? Первоначально. Ой, Ташкент, қандай Ташкент? Ташкент, зор ғой екен. Зор ғой. Реклама жаса деп жатыр ал. Не ол? Bu горный чай. Горный чай? Ё-мо. Че это? Күшлі. Да, дерзкий, прикинь. Керемет, керемет. Сұмдық екен. Бұның ішінде зеленый чай, шафран, кардамон, бисмети, мелиса, баяр бәрі бар, братан. 30 мың тұрады, 30 мың сом. 8 мың сом мен түсіріп, бауырымға түсіріп беріп жатыр. Жақсы, ассалаумалейкум. Менің бұл жерде басым істеп кетті ма, әлде менің аузым дұрыс жерді ма, білмеймін, әйтеуір алып алдым, үйдегілерге апарып беремін. Есі шынымен күшті екен. Почкеге анаған пайдалы дейді, әйтеуір білмеймін. Уақытта түйіп жүрген сияқты. Үйге орасып көреміз. Өзбек халқы тазалыққа мықты қарайды. Атпай жерге су шашып, сапарып, біздікілер аптасына бір рет шығар базардың өзінде. Өзбекстанда тіпті кішкентай балаларына дейін андай еңбекке құмар деп айтсам болады. Кішкентай кезінен бастап осында жұмыс жасайды, базарларда нағыз еңбекқор халық. 7-8 жасынан бастап саудаға уже кірісіп кетеді. Біздер қазір Ташкент қаласындағы ең көне медреселердің бірі Кукалташ деген медреседеміз. Бұл ғимараттың салынған уақыты 16 ғасырдың басында, уже 5-6 ғасыр өтсе де, әлі бір кірпіші бұзылмай сақталып тұр. Әлі күнге дейін жұмыс жасайды екен. Біздер қазір Ташкент қаласындағы Төле би атамыздың кесенесіндеміз. Неге бұл кесене Ташкент қаласына орналасқан десеңіз, негізі Төле би атамыз Шымкент қаласы Ленгер ауданында дүниеден өткен, бірақ өзінің өтініші бойынша осы ұстазының қасына Өзбекстанға жерлеуін өзі өлер алдында айтып кеткен екен. Қазір біздер Ташкенттің символы болған Ташкентская башнядамыз. Орта Азиядағы ең биігі 375 метр. Бұның 6-шы этажында қаланың толықтай 360 градуста қарайтын жері бар. Және де 8-ші этажында ресторан орналасқан. Ол ресторанның ең басты ерекшелігі стол тұрған жер асты айналады. Bir сағаттың ішінде дәл осы жерге қайтып келеді айналып.
Қазір мен Бешқозон ресторанының кухнясында деймін. Мына жақта міне 3 тонна плов сиятын қазан екен. Сұмдық мынандай қазанды бірінші рет көрдім. Одан бөлек мына жақта 10 қазан бар. Ал мына жерде тандырлар тұр. Бұл жақта самса, лепешка сондай нәрселер пісіреді. Бір сөзбен айтқанда жұмыс қызып жатыр. Қазір сендерге бір қызықты факт айтайын. Мына қазан 3 тонналық қазан сағат 1-де ашылып, 1 сағатта бітіп қалады екен. 3 тонна плов. Орта Азияда ең дәмді палау дейді. Бұйырса қазір көремін ал бисмилля. Шынымен дерзкий дейтіндей бар екен. Біз қазір Ташкент Сити деген жергілікті Арбат сияқты саябақтамыз. Мұнда енді адамның қарасы өте көп. Бүкіл Өзбекстан осында жүреді ау кеше. Біз қазір Өзбекстанның ең әдемі жерлерінің біріндеміз. Бұл ешқандай да Диснейленд емес, бұл Ташкент. Ал, мына жақ көрініс Европаның тар көшелерімен жүріп баратқан сияқты. Ал қазір біз жүрген жердің ең әдемі жері дәл осы жер. Кешке шоу программы қатан болады. Шынымен шетелде жүргендей боласың. Былай қарап тұрсаң Өзбекстан деп айта алмайсың. Келесі аралайтын қаламыз өзбек елінің туристер көп келетін мекені Самарқанд. Өзінің көне мешіт медреселерімен бүкіл әлемге танымал бұл қалада қазіргі таңда 560 мыңнан астам адам тұрады. 2700 жылдан аса тарихы бар бұл шаһар бүгінде туристердің сүйікті қаласына айналған. Біздер қазір Самарқанд қаласының ең әдемі жерлерінің бірі Әмір Темір кесенесіне келдік. Бұнда қазір реставрация, яғни жөндеу жұмыстары жүріп жатыр екен. Қазір ішін бірге кіріп көріп аралайық. Біздер қазір Әмір Темір кесенесінің ішіндеміз. Мұнда Әмір Темір өзі жерленген, мұнда немересі Ұлықбек және жанында немерелері жерленген. Мұна Әмір Темір моласының сыртындағы қара тас өте қымбат тас болып келеді. Нефрит деп аталады. Бұның бағасы $25 миллион. Қызықты факт, бұл кесененің іші алтынмен жалатылған дейміз бе, алтыннан жасалған дейміз бе. Оның үстіне қымбат 999 пробалы алтын болып табылады. Мына кесененің ішін сәндеу үшін 7 килограмм алтын кеткен екен. Сондай-ақ жер қарапайым тастардан бөлек оникс деген мраморлармен де қапталған. Бұл тастың ең басты ерекшелігі жарықты өткізе алуы. 1941 жылы мұнда Сталиннің тапсырмасы бойынша Совет одағының зерттеушілері келіп, шынымен де Әмір Темірді зерттегісі ашып көргісі келген. Әмір Темір жайлы өлілерді мазаламаңдар, әйтпесе соғыстан зардап шегесіне деген сөздеріне қарамастан, бұл зерттеушілер 1941 жылы осы зиратты ашып көріпті. Сәйкесінше Ұлы Отан соғысы басталып кетті. Өз заманда батыста Стамбулға дейін, ал солтүстікте Кавказ, яғни Ресей елдеріне дейін, ал төменгі жағында Үндістанға дейін жаулаған Әмір Темірдің осымен кесенесін аралап бітірдік. Ендігі келесі баратынымыз оның немерелері салған Регистан. Біз қазір Әмір Темірдің немересі Ұлықбек салған медресенің қасында тұрмыз. Мұнда бір емес, 3 медресе бар, қараңыздар. Біз қазір осыдан қаншама ғасырлар бұрын салынған мешітті көруге баратымыз. Осы медресенің ішінде. Қазіргі біз тұрған жер бұрында мешіт болған, осыдан қаншама ғасырлар бұрын мына жерде имам
құтпа оқитын мінбер бар, мына жерде азан шақырады деген сияқты. Және де Регистанда кешкі уақытта үлкен шоу программалар болады. Бірақ өкінішке орай оған біз қала алмаймыз, өйткені баратын жерлеріміз көп. Егер Өзбекстанда такси шақырсаңыз, қайта-қайта Chevrolet немесе Nexia машиналар келе берсе, таң қалмаңыз, себебі мында тек екі ақ түрлі марка. Өзбекстан көліктерінің 90%-ын осы екі марка құрап жатыр. Мысалы, дәл қазір менің алдында сол Chevrolet машина. Міне көріп тұрғандарыңыздай, көліктердің 90 емес, 95-99% Өзбекстаннан шығатын машиналар. Және де тағы да айта кетейін дегенім, өзбектер өзінің машинасын, және де көшелерін, аулаларын өте таза ұстайтын адамдар. Көшеден бір шаң болып тұрған машинаны көрмейсің, бәрі тап-таза жуылған. Салоннан жаңа шыққан машина сияқты бәрі ноп-новый. Біздер қазір Самарқандтың ең көне жерлерінің біріндеміз. Бұл артында тұрған кесене Өзбекстан Республикасының тұңғыш президенті Ислам Каримовтың кесенесі. Ал мына жақтан базарға көрініс ашылады. Бұл базардың базар болып дәл осы жерде тұрғанына 700 жыл болған. Ал мына қасында тұрған мешітте шамамен базармен бірге салынған. Бірақ бұл мешітті Шыңғыс хан Самарқандты жаулап алу үшін келген кезде осы көне бөлігінің көп жерін бұзып тастаған екен, және соның ішіне осы мешітте кірді. Оны қайтадан жасап қойғаннан кейін, содан соң 18 ғасырда Өзбекстанда ірі жер сілкінісі болып, тағы да бұл мешіт құлап қалған. Ал қазір болса жөндеу жұмыстарын көргеннен кейін әлі күнге дейін жұмыс жасап тұр. Ал қарама-қарсы бетте Әмір Темірдің әйелі Бибі ханым тұрғызған мешіт, және де сол Бибі ханымның кесенесі ар жағында орналасқан. Бүгінгі көрген көріністерден кейін Өзбекстанның дамып кеткенін мойындау керек сияқты. Сондай бір стереотип бар ғой адамдарда. Өзбекстан дамымаған ел деп ойлайды, бірақ мойындау керек. Алдағы келесі майтурда кездескенше.